Наурыз жылбасы. Наурызда күн мен түн теңеледі, жаңа күн басталады. 22 наурыз шығыс халықтарының мерекесі. Қазақ халқында бұл мейрамды тойлаудың ерекше ертеден қалыптасқан дәстүрі бар. Бұл күні бір-біріне жақсы тілектер айтылады. Жасы үлкендер жастарға бата береді. Ренжіскен адамдар наурызда бір-бірінен кешірім сұрап татуласады. Наурыз табиғат мейрамы деп те аталады. Адамдар ауласын тазалап, үйде, көшелерде ағаш отырғызып, бұлақтың көзін ашады. Наурыз мейрамындағы ең басты әрі терең мағыналы дәстүрдің бірі наурыз көже дайындау. Наурыз көже ұлттық тағамдардың бірі. Қазақ халқы наурыз көжені 7 түрлі тағамнан дайындалған. Халық дәстүрі бойынша наурыз көжеге сұр ет, арпа, бидай, тары, су, тұз, құрт қосқан. Наурыз көже пісірумен қатар әр үйде қазақтың отбасылық мерекелері бірге тойланған. Жаңадан келген сәбиді бесікке бөліп, тәй-тәй басқан бүлдіршіннің тұсауын кесіп, білім ордасын жаңа аттаған бала үшін тілашар тойын жасаған. Наурыз мейрамының сәні ұлттық киімдер мен зергерлік бұйымдар. Бұл күні барлық адамдар ұлттық киімдерін киіп шығады. Ұлдар шапан, бөрік, қалпақ кисе, әжелеріміз камзол мен кимешектерін, қыздарымыз қосетек көйлектерін, сәукеле, тақияларын киіп шығады. Халықтың осындай ғажап дәстүрлері әлі күнге дейін жалғасып келеді. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын.